Әйеліме тек қана менің ақшам керек. Қарапайым отбасында өстім. Орта дәулетті. Әкем балаларын қатарынан қалдырмай өсіріп жеткізді. 18-ге толып, балиғат жасына жеткенде әркім өз бетінше өмір сүру керектігін ұқтырған әкеме ризамын. Мен ата-анамнан жыраққа кеткен соң өз бетімше талпынып, ата-анама артық салмақ болмай өз-өзімді қамтамасыз етіп, одан қалса болашағым жайлы ойлап тынбай еңбек еттім. Ертең күні отбасын құрып жатсам да, барлығын өзім қамтамасыз етіп, қолымнан келсе, ата-анама да көмек беріп тұруды алдыма мақсат етіп қойғанмын. Адамның алдына қойған мақсаты айқын болса жетеді екен. Шүкір, мен де талпынысымның, адал еңбегімнің арқасында жақсы өмір сүруге біртіндеп қол жеткізе бастадым. Өзіме лайықты шағын кәсібім бар. Тұрмысымыз да еш кемнен кем емес. Үйленгенше біраз қаражат жинақтап, отбасымды ара қарай алып кете алатындай, әйелім қиналмайтындай өмірді бірге жасаймын деп жүріп, ойымның барлығы тек қана жұмыс болды. Отбасымды да құрдым, бизнесімді де өрбідім. Жағдайымды бұрынғыдан да жақсара түсті. Мен жұмыс істедім, әйелім үйде отырды. Бірақ үйде отырса да ол соңғы үлгідегі әсем киімдерді киетін, алтындары да есесіз болатын. Мен одан ештеңе аяған жоқпын. Тіпті ол қиналмасын деп үй қызметін жасайтын қызды да аптасына 1-2 рет үйге шақыртып, ақысын төлеп жұмыстарды істетіп алатынмын. Біз осылайша өміріміздің соңына дейін бақытты өмір сүруге тиіс едік. Бірақ өмір ылғи күліп қарамайды ғой. Менің де жұмысымда аздаған тоқыраулар болды. Алға басқан қадамым кейін кете берді. Бизнес деген құдды бір ойын секілді. Bir күні ұтсаң, бір күні ұтыласың. Бұл да бір отбасым үшін сынақ болды. Енді тапқанымды бұрынғыдай оңды солды шаша алмай, үй қызметшісін де шақыра алмай, үнемдеп жұмсауға тура келді. Бұрын ыстық тамағымды алдыма тосып, менің жағдайымды ғана жасайтын әйелім өзгеріп шыға келді. Ақшаны үнемдеу үшін үнемі үйден тамақтанатын болдым. Бірақ әйеліммен тамақ жасадың ба деп сұрасам, неге көшеден тойып келмейсің деп сөз қайтарып, сөйлеп бастасам жекіріп тастайтын әдет шығарды. Маған ең ауыр тигені ол менің өзімді қайта тіктеп бизнесімді қайта жандандыра алатыныма сенбегендігі еді. Мені жолы болмайтын біреу, сүйкімсіз, қолынан іс келмейтін етіп адамға теңей бастады. Демек, ол менің осы қиын күндеріме дейін байлығым үшін ғана жақсы әйелдің рөлін ойнаған екен. Жақсы актриса болады екен. Өкінішті, менің осының барлығына көзім жеткенде кеш еді. Ол бір күні бұдан былай менімен бірге өмір сүргісі келмейтінін айтты. Заңды түрде әлі ажырасқан жоқпыз. Бірақ ол уақытша әкесінің үйінде. Қоңырау соқсам тек ақша сұрайды. Бір таныстардан естуімше, ол қазір жағдайы жақсы ер азаматты іздеу жолында екен. Ашық сөйлестім. Егер мен бұрынғыдай күреп табыс табатын болсам, ол қайтып келетінін айтты. Сонда оған отбасы емес, ақша маңыздырақ болғаны ғой. Көңілім қалды, сезімім суыды. Бұндай әйел қиналғанда тастап кететін дос сияқты.